Қарағандыдағы құю машина жасау зауыты 2021 жылда жақсы көрсеткішпен аяқтағалы отыр. Биыл кәсіпорында жалпы сомасы 16 миллиард теңгеден асатын 13 мың тоннадан астам өнім шығарылған. Ал соңғы 3 жылда өндіріс көлемі 30-дан 50%-ға дейін артыпты. Алайда басшылық мұнымен тоқтап қалмай, зауытта ауқымды жаңғырту жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Сергей Маргачев Қарағанды құю машина жасау зауытында 46 жыл еңбек етіп келеді. Осы уақыт ішінде тәжірибелі маман көп нәрсені көрген. Мәселен, Кеңес одағының ыдырауы, кәсіпорынның Қазақмыс холдингінің құрамына кіруі. Ал бірнеше жыл бұрын мұнда ауқымды жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Кейіпкеріміз мінсіз қызметінен бөлек 100-ге жуық маманды оқытқан. Жақында кәсіпорын Қарағанды машина жасау колледжімен келісім жасасқан. Нәтижесінде 50 слесарь мен кеңбейінді станокшы дуалды оқыту бағдарламасы бойынша өндіріс ошағында білім алған. Бүгінде олар зауытта жұмыс істейді. Бұл цехта 80-ге жуық адам еңбек етеді. Токарлары, фрезершілер, темір ұсталардың тобы жұмыс істейді. Жөндеу шеберлерінен құралған қосалқы учаскелер де бар. Біздің қызметте тәртіп бірінші орында. Әркім өз міндетін жақсы біледі және бұлжытпай орындайды. Жалақымыз жақсы, ұжымымыз тату. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген қағидатты ұстанамыз. Маргачевтың сөзінше, зауытта жұмысшылар үшін қажетті жағдайлар жасалған. 3 жыл ішінде қызметкерлердің жалақысы 2 есе өсті, ал жуырда айлық тағы 85 мың теңгеге көтеріледі. Соңғы бірнеше жыл ішінде цехтарда 50-ден астам заманауи станоктар, итальяндық роликтер мен жапондық роботтар сатып алынған. Бүгінгі таңда кәсіпорын өнімдері 100-ге жуық тұтынушыға тұрақты түрде жеткізіледі. За 3 года нам удалось диверсифицировать все-таки наш портфель. 3 жыл ішінде біз тапсырыстар қоржынын әр тараптандыра алдық. Қазір өнімнің 70%-ын Қазақмыс корпорациясына жеткіземіз. Сонымен қатар мұнай-газ жабдықтарын, темір жол қосалқы бөлшектері мен жинақтауыштарын жасаймыз. Біз Қарағанды және Жезқазғандағы зауыттарымызды жаңғыртуды жалғастырғымыз келеді. Осы мақсатта өнеркәсіпті дамыту қорымен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Байғабылов атап өткендей, Қазақмыс көрсетіп жатқан қолдаудың арқасында өнімнің жаңа түрлерін игеру жалғасуда. Оның үстіне жергілікті қамту үлесін арттыру бойынша кешенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Өйткені зауыт басшылығы көп дүниені өзімізді-ақ жасауға болатынын жақсы түсінеді. Сайдырмек, Жалғас Азғанбаев, Азиз Саттиев, Марат Бейісов және Әмір Ибатов. Атамекен бизнес.